Салмақ тастау кезінде ПП мантыны мен осылай дайындаймын. Ең бастысы фарштың майлы болмауына көп мән беремін. Сондықтан дайын фаршты сатып алмай, өзім үйде майлы емес фарш дайындап аламын. Ал ұнға қатысты мен құрамында глютен бар ұндарды пайдалана беремін, себебі өзімде глютенға ешқандай аллергия жоқ. Жалпы мен барлық рецепттерде біраз мөлшерде ақ ұнды пайдалана беремін. Бұл мантыға мен қара ұн, цельнозерновой және ақ ұнды қосып, осындай тесто иледім. Тестоны салафанға салып, біраз тындырып қоямыз. Нанымыз тынғанша начинкасын дайындай береміз. Ары қарай барлығы өзіміз күнделікті мантыны қалай дайындаймыз, дәл солай. Дәміне қарай тұз, бұрыш қостым, сарымсақ қостым, одан кейін біраз тыква қосып жібердім. Тесто 20 минутта демалғаннан кейін оны тағы бір басып қойып қойдым. Одан кейін осылай жаймамызды жаямыз. Құрамында ақ ұн болғандықтан жайма оңай әрі тез жайылады. Бұған дейін мен қара ұн және цельнозерновой ұннан осындай тесто илеп көргенмін, бірақ оның жайылуы қиын болды, өйткені эластичный болмай қайта-қайта жыртыла беретін. Ал бұл жолы барлығы жақсы шықты. Мантыларымыз дайын, мен бұны қазір пісірмеймін, сондықтан морозилкаға салып қатырып алдым. Одан кейін барлығын салафандарға салып, бөліп қоямын және керек кезде шетінен алып пайдаланатын боламын. Мен салмақ тастау кезінде ПП тамақтарды қалай дайындадым, солардың барлығының рецептімен осы YouTube каналымда бөлісіп жүрмін. Егер сізге қызық болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.